1 миллион мен 650 миллион арасында сіз грантты ұтып алу мүмкіндігіңіз бар. Грант болса, тек ауыл шаруашылығына ғана беріледі деген бір түсінік бар да. Негізі өте актуальный сұрақ. Андай жағдайлар болды ма? Мысалы 5 миллионды алып, телефон алып, отбасына анаған бір машина алып, сондай бір болып, кейін бір зардабын көргендер. Той жасап тастаған, баласына сүндет той жасап тастаған, кейіннен мемлекеттің құрығы ұзын. Бітті, сізден мемлекеттің довериясы кетті, сіз ешқандай грантқа қатыса алмайсыз, даже одан кейін кредит алмауыңыз да мүмкін. Кішкене бір ыңғайсыздау шығар, бірақ сонда да айтқым келіп тұр, айтайын. Сіз кімді алдайсыз? Алланы алдап жатсыз ба, өзіңізді алдап жатсыз ба? Осы жерден қоя салыңыз деймін да. Бүйтеді, гранттың ақшасын игереді, 1-2 ай жүргізеді, шаршап кетеді. Сөйтеді, қойшы құрсыншы, қайтадан өзім жұмысыма барайын деп, бухгалтер болып, қайтадан жұмысына кіріп алып отырады. Құрметті кәсіпкерлер, идеяны жан-жақтан, шетелден бір жақтан іздемей ақ қойыңыздар. Идея біздің өзіміздің Қазақстанда да жетіп артылып жатыр. Бартаңызға сәлем, есім Еркан Берқалиұлы, бұл бизнес таңдау арнасы. Құрметті көрермендер, егер сіз кәсіпкер болсаңыз, немесе кәсіпке қызығатын жан болатын болсаңыз, бүгінгі шығарылым дәл сізге арналған. Өкімет тарапынан, енді біз тек қана өкіметті жамандай бермейік, тек жақсы жағын айтайықшы. 1 миллион мен 650 миллион арасында сіз грантты ұтып алу мүмкіндігіңіз бар. Грант дегеніміз бұл қайтарылмайтын ақша. Және де мемлекет тарапынан сізге 10-нан аса грант түрі бар. Және де сіз соның егері атана аласыз. Қазір мемлекетте көптеген мүмкіндіктер жасалынып жатыр. Бүгінгі шығарылымды соңына дейін көретін болсаңыз, сіз қандай жағдайда және де қандай этаптардан өтіп, осы қайтарымсыз ақшаны ұта аласыз. Соны көретін боласыздар. Және де алдын ала айтайық, достарыңызға, таныстарыңызға және де жұмыссыз жүрген жандар болатын болса, барлығына WhatsApp чаттарға осы видеоны міндетті түрде таратыңыз, лайк басыңыз, достарыңызға таратып қойыңыздар. Жақсы комментарий болатын болса, біз міндетті түрде келесі шығарылымда сіздің атыңызды атап тұрып оқитын боламыз. Сол бүгінгі шығарылымды соңына дейін көріңіздер. Ақша туралы, қайтарымсыз грант туралы және де қазақтағы бизнестегі сауаттылық жайлы толық ақпарат беретін боламыз. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Айбара ханым. Енді алдымен өзіңізді таныстырып өтсеңіз көрермендерге. Есімім Айбара Ғазиз, қазіргі таңда лайф коуч, мотиватор. Өзімнің AG консалтинг компаниясының аясында жұмыс жасаймын. Сонымен қатар Айбара бренд, киім тігу линиясы бар. Осы таңда көп балалы анамын, 5 баланың анасымын. Қазіргі таңда мемлекеттен қайтарымсыз берілетін 1 және 650 миллион аралығындағы гранттардың экспертімін. Өзім 3 гранттың иегерімін. Жақсы. Енді біздің көрермендер барлығы дерлік негізі көбісі кәсіпке қызығатын, немесе кәсіптегі адамдар. Олардың барлығына қазіргі таңда өте грант мәселесі өте қызық және де сұранысқа ие. Енді осы тұрғыда айтып өтсеңіз, қазір қанша гранттың түрі бар? Жалпы гранттың түрі өте көп. Негізі айта беретін болсақ, мысалы, ол физлицо, НПО деп әртүрлі бөлінеді ғой адамдарда, мысалға. Бір гранттар бар, когда ИП, ТО-лар қатыса алмайды, бір гранттар бар, тек КХ-лар қатысады деген сияқты. Сіздің юридический статусыңызға қарай гранттың түрі бөлінеді. Қазіргі таңда 30-на дейін грант жұмыс жасап тұр. Мемлекеттен 1 миллиард 242 миллион теңге бөлінді. Батыс Қазақстан өңіріне, Атырау, Маңғыстау және в общем, Батыс Қазақстан өңіріне бөлінді осы грант. Тек НПО-лар қатысып жатыр, 5 жыл деятельности бар. НПО дегеніміз ол мемлекеттік емес ұйымдар, жаңағы қайырымдылық қорымен айналысатын, тегін білім беретін, бақытты отбасы деген сияқты бізде бар ғой, мысалға. Сондай НПО-лар қатысады. Бұл жерде әртүрлі идеяларменен. Көп жағдайда қазір мынау екі бас тұз деген сияқты неменен программамен қамтылды. Бұл экология жағына. Көбінесе мұнай қалдықтарын өңдеу, мусора переработка деген сияқты идеяларға жақсы беріліп жатыр. Бір кісіге, яғни бір организацияға бөлінетін грант мөлшері 7 миллион теңге. Халықтың арасында қаншалықты бұл грантқа, қаншалықты бұл насихатталған дүние? Енді барынша барлық жерде айтылып жатыр негізі. Бірақ көп адам грантты несие деп ойлайды. Қайтарады деп ойлайды. Қайтарымсыз деп айта бергенмен де халықтың санасына мына несие, кредит деген нәрсе қатты отырып қалған тұпсанаға. Сондықтан халық қорқады да. Бұл да бір андай ловушка, ертеңгі күні шыға алмай қалам, ертеңгі күні бұны қайтара алмай қалам деген сияқты сондай бір наным сенімдер бар. На самом деле мемлекеттен беріп тұрған қайтарымсыз гранттар бұл жақсы мүмкіндік кәсіпкерге. Жаңа стартап болатын болсаңыз, міне бісміллә, ісіңізді бастаймын, маған 2 қолға 1 күрек бер дейтін болсаңыз, тамаша мүмкіндік бастап кетуге.
Ал енді қайтарылмайтын жағын айтатын болсам, сіз отчет тапсырасыз. Берілген ақшаның по-любому сұрауы бар, судың да сұрауы бар. Берілді ма сізге, бөлінді ма ақша, қандай да бір энная сумма, оның отчетін тапсыру керек. Қазір Құдайға шүкір, первичная бухгалтерия деген нәрсе бар. Көзіміз ашық қой, интернетте барлығы жария түрде айтылған. Мен 2019-да қателеспесем, или 2019-да ғой деймін. Мен 500 мыңнан аса грант алдым. 583.400 теңге алдыңыз сіз. Сол кезде біз студент едіміз, одан кейін барып мен камера алдым, пелтешкамды алдым. Жалпы өзімнің кәсібімнің бастамасы ретінде өте қатты көмектесті. Қазір жастарға қандай бір не бар? Ең минималды сумма деп айтады ғой. Алу оңай, көп бір күшті талап етпейтін деп айтады ғой. Енді қараңыздар, былтыр мысалға осы грант бойынша жақсы жастар алды грантты, мысалға 1.225.400 теңге болды былтыр. Ол кезде 29 жасқа дейінгі жұмыссыз жастар қатысқан болатын тұғын. Биыл бұл категорияны алып тастады. Биыл тек сусын категориясы қатысады 400 МРП грантына, яғни МРП-ның өсуіне байланысты 400-ге көбейтесіз, суммасы шығады. Қазір енді биыл 1.380.000 теңге болып тұр ма аясында. Бірақ енді қараңыз, жастарға, именно жастарға қазір жас проджект деген бар, 1,5 миллион ба, сондай болатын тұғын. Енді жастарға программа былай көп деп айта алмаймын. Қазір былтыр болды, биыл енді көреміз. Февральдың 16-20-сына таман Құдай қаласа бүткіл приказдар шығады, қол қойылады. Сол кезде нақты ақпарат беріледі сайтта. Әсіресе әділет заң сол жерде шығады бұның барлығы. Неге тоқтатылып қалды бұл? Сіздерде ақпарат жоқ болды жайлы? Енді мен заң шығару орган емеспін, сондықтан мұны сізге точно айта алмаймын. Жаңа айтылмады. Жақсы. Есепте де, мысалы мынандай сұрақ қойынша, сіз бағана айттыңыз ғой, осынша сумма мемлекеттен бөлінді деп. Бірақ сіз айтып отырсыз, қазір тек батыс өңірлеріне берілген деп. Сол әрбір сумманың уақыты әр кезде әрқалай болып келе ме? Осы наурыз, алдағы апрель, май айларында кімдер дайын отыру керек, кімдер өтініш тастау керек? Түсінікті. Гранттың бөліну уақыты, қараңыздар, грантты берілу уақытын мемлекет алдын ала айтпайды. Бұл еңбек министрлігінен бөлінетін кезде өздері 10 жұмыс күні алдында айтылады негізі. Бірақ халық біз кездесіп жатамыз. Бұны жаңа бізде СМИ дейміз, кішкене әлсіз жұмыс істейтіндіктен енді бір сынға алып тұрғандай болмайын, бірақ расымен де Инстаграм желісі арқылы ғана білеміз ғой енді. Ешкім қазір телевизор қарамайды, шынын айтқанда. Енді қараңыз, қазір енді 16 мен 30 аралығында бұл НПО-ларға бөлінген грант. Көріп отырсыз, өзіңіз азаматтық бастамалар деп аталады. То есть гранттың түрі бірінші түрі міне айтылып тұр, азаматтық бастамалар 400 МРП айттық. Енді ожидается, міне қазір Құдай қаласа март, көбінесе марттың аяғы деп айтамыз. Былтыр марттың аяғы деп күтілді, бірақ апрельдің басы басталды грант. Бұл 5 миллион гранты қолдау арқылы берілетін, кәсіпкерлер палатасы бөлінеді, әркімнің өзінің жергілікті бюджеті бөлінеді, бірақ қолдау гранты бүткіл Қазақстанда жаппай басталмайды. Ол өңір-өңірде өзінің периодымен басталады. Мысалға, былтыр бізде бірінші болып бастаған Павлодар, Петропавловск. Сол өңір болған 5 миллион грантына 3-ақ күн берді заявкаға. Мысалға, адам, егер сіз кәсіпкер болатын болсаңыз, енді айтасыз ғой, сіздің каналыңызда кәсіпкерлер көреді. Кәсіпкерлердің болатын болса, кәсіпкерлердің ең құнды заты ол уақыт. Яғни әрбір кәсіпкерде тайм-менеджмент деген нәрсе бар, планирование деген нәрсе бар, жоспарлайды. Егер де сіздер осы жылы, мысалы, январь айында Құдай қаласа бәріміз отырып, осы жылдың бүткіл жоспарын жазып шықтық. Мысалы, кәсіпкердің бәрінің әдеті ол. Егер де сіз осы жылы 5 миллион грантына, қандай да бір грантқа, мемлекеттен қайтарымсыз ақшаға қатысатын ойыңыз бар болған жағдай болатын болса, онда қазірден бастап дайындалыңыз. Какая разница, ол 8-ші айда бола ма, 10-ші айда бола ма, бірақ осы жылы болады ғой ол грант. Қазірден бастап өзіңіз консультация алып, дайындалып деген сияқты бизнес жобаңызды, идеяңызды пысықтап, білесіздер, 5 миллион грантына жазылатын бизнес жоспар, ол бір беттік, сіз алған жаңағы гранттың 4 беттік бизнес план емес ол жерде. Ол жерде кәдімгідей 44-48 беттік кәдімгідей бизнес жоба жазылады ол жерде. Толық маркетинговый план жасалады. Сіздің 10 шақты астам конкурентіңізге анализ жасалады. Нарықты зерттеу дегенді білесіздер, оңай емес. Стивен Ковидің кітабы 5-7 рет басылып шықты. Қарап тұрсаңыздар, нарық деген күнбе-күн өзгереді. Баға күнде стабильный емес. Твердый валютада жазылмағандықтан финансовый модели, доллар көтеріліп кетсе, баға өзгеріп кетеді деген сияқты. Соның барлығын алдын ала сіз жоспарлауыңыз қажет. Бизнес модельдің өзі 5 жыл, 6 жылға жазылады. Сіздің финансовый модель ғой жаңа. Финансовый модели 6 жылға жасалады. Именно 5 миллион грантын игеру. Жаңа сіздің ақшаңыздың кіріс шығысы, ДДС деген сияқты, рентабельності қанша айда ол өзін ақтайды.
мысалға қайтарымсыз ақша болса да оның отчетының өзін көріп отырсыз қандай, иә. Сонымен қатар сіздің алатын оборудованиеңіз, айтып жатсыз, петличка, камера, анау мынау алдым деп жатсыз. Тамаша. Ол оборудование бұл енді 400 МП кішкене жеңілдеу. Аламын дедіңіз, осы жерден аламын дедіңіз, контакты көрсеттіңіз, бардыңыз, алдыңыз. 5 миллион олай емес. Сізде коммерческое предложение болу керек. Толығымен ол оборудованиенің характеристикасы болу керек. Я? Ценовая политикасы қандай оның? Демпинговать ететін адамдар болады мысалға. Кәдімгідей комиссия мүшелері сіздің бағаңызды ашады да, прям сату кезетке кіріп, олар да кәсіпкерлер. Олар да кәдімгі сол бизнестің майталмандары жүрген сол жерде. Олар да сіздің бағаны біреулер көтеріп жазып қояды деген сияқты. Ондай нәрсе жүрмейді ол жерде. Кәдімгідей печати басылған, сондай документтер PDF форматта, сайтта жүктелуі қажет. Дәл қазір қолдау сайты деген өзгеріп жатыр. Кезекте KZ сайтына ауысып жатыр, қолдау сайты жаймен деп. Қазір сайттың ішінде өзгерістер күтілуде. Бұл да біршама уақыт алады деп ойлаймын. Сондықтан менің болжамым бойынша апрельдің басына барады. Енді сіз осыны дейін тәжірибеңіз бар ғой, қанша адамға көмектестіңіз, өзіңіз тараптан бетіп сараптама бойынша айтып бере аласыз ба? Кімдер өтті, кімдер өтпей қалды? Енді тым болмағанда біреуін статистика болғанда қандай адамдар өтпей қалады, қандай адамдар өтеді деген. Адамдар ма жоқ, идеялар ма? Идеялар деп айтайықшы. Өйткені адамның барлығын адамнан жорғасы жоқ. Мысалға, бизнес идеяға келген кезде расымен де бизнес идеялар әртүрлі болады. Былай қарап тұрсаңыз, менің өзімнің нем бойынша өткен жылы 2022 жыл Аллаға шүкір өте бір сондай плодотворный жыл болды. 47 кейс болды менде, 47 ұтыс болды Қазақстан бойынша. Именно осы 5 миллион гранты, 400 МРП гранты аралас болды. 47 кейс мен мақтанып тұрып айта аламын. Көбінесе менде қатысатын әйел адамдар, мені тыңдайтын аудитория әйел адамдар, әйел кәсіпкерлер. Солардың ішінде мынандай идеялар мықты ұтты. Ең мақтанып айтатыным мусоропереработка, именно салафанный пакет. Қазір өте мысалға экосистеманы бұзып жатыр ғой, мысалға қандай көтеріліп жатқан нәрсе. Содан кейін енді қараңыз, салафанный пакет мынандай да битіп келеді. Қараңызшы, осы жерде айтқым келіп тұр, осыны прям мынандай идеямен келеді ғой. Мен тігін цехын ашайын деп едім деп келеді маған. Мен сондай идеямен қатысасыз ба десем, иә дейді. Мен айтамын, жақсы, бірақ өтпейді деймін. Ұтпайды. Неге дейді? Тігін цехы керек қой бізге, Қазақстанға керек қой. Бірақ ол тігін цехы деген понятие растяжимое, көп зат тігеді ол тігін цехы. Егер де сіз мысалға тігін цехы жұмсақ балаларды дамытатын ойыншықтар өндірісі деп қатыссаңыз, бұл құлаққа да басқаша естіледі. Бұл сол тоже тігін цехы. Бірақ ол кішкене басқаша да, инновация деген нәрсе бар. Бірақ инновацияны біздер бітіп ойлайды көбісі бір Марстан келген, Америкадан келген нәрсе деп олай емес. Сіздің өңіріңізде жоқ па ол бизнес, бітті ол инновация. Соны адамның идеясы ішінде сәл кішкене миды қозғау керек. Андай жоқ, мен осылай қатысамын деп бүйтіп жалпылама қатыса салу, ол сіз 100% ұтыласыз ол жерде. Дода масқара. Дода ол жерде қаншама адам қатысып жатыр. Әркімнің эксперттілігі әртүрлі. Біреулер профессионально келіп жатыр мысалға. Бір жақсы идея ұтты бізде бестемше ойыны. 9 құмалақтың кішігірім түрі екен, қазақтың бестемше ойыны деп қатысты. Адамның, жаңа айтып жатсыз ғой, адамдар деп айттыңыз, бұл сөздің де бір жаны бар шығар. Өйткені адамның эксперттілігі, профессионализмі де ол жерде рөл ойнайды. Егер де сіз совсем стартап үйде отырған жаңағы декреттегі ана ешқандай біраз уақыттан бері жұмыстан қарайып қалған сондай бір не болсаңыз, сізге де соответственно суммасы төмен түседі. Ұтқан жағдайда да. Мынандай нәрсе бар да, қараңыз, 5 миллионға дейін деп айтады. Ровно 5 миллион ұту шарт емес. Мысалға бестемші ойынына біз 2 миллион ұттық. Ол кісінің өзінің көрсеткен суммасы болды. Ол кісі 1,5 миллион өзімнің ақшам бар деп мысалға көрсетті. Негізі 500 мың көрсетсеңіз де болады, сұрап отырған суммаңыздың 10%-іне. Ал ол кісі бұл жерде 1,5 миллион көрсетті, өйткені өзінің кәдімгідей коворкинг сияқты класы бар еді. Балаларды оқытатын орталық мектебі бар еді кәдімгідей. Ол жерде ол тек қана ер балаларды оқытады екен. Ер балалардың жаңа рухын көтеру деген сияқты моменттерде бестемше ойынын қосымша қылып алды. Мемлекет берді сондай нәрсеге. То есть ол кісінің эксперттілігіне беріп тұр бұл нәрсені. Солай түсінеміз. Ал егер мысалға мынандай нәрсе болды. Талдықорған Жетісу облысы, жаңадан ашылған Жетісу облысынан қатысты грузовой машиналарға шинаны разбортовочный не ашамын деп қатысты бала. 29 жасқа дейінгі кәсіпкер, жас бала қатысты.
бірақ енді ол бала сразу айтты, мен автоэлектрикпін деп айтты кірген бетте. Мен айттым, шынайы болыңыздар барған кезде. Мен өзім даже комиссия мүшелерінің алдында қалай қорғауға қалай дайындауға мен өзім дайындаймын. Кәдімгідей ораторский курсым бар, өзім кіріп, адам не киесің, қалай кіресің, қалай сөйлейсің, қолың қай жақта тұру керек, түгел үйретеміз. Оның барлығы маңызды. Өйткені кәсіпкер өзін ұстай алу керек ол жерде. Сіздің өзіңізге байланысты бизнесіңіз қалай жүреді. Сол кезде мен айттым, шынайылық бірінші орында, сіз айтыңыз кім екеніңізді. Ол бала айтты, мен 7 жылдан бері өзім 18 жасымнан бері автоэлектрик болып жұмыс жасаймын. Егер де мен осындай оборудованияларым болса, қазір мен осындай жолдың бойынан жаңағы осындай бір орталық ашар едім деген сияқты. Сондай бір немен қатысты, ұтып алдық. 5 миллион ровно ұттық. Енді қазір екінші айға кетіп баратыр, ақшаны игеру мәселесі бар бұл жерде. Ақшаны да дұрыс игеру керек. Көп кәсіпкерлер бізде андайда сананың кедейлігі дейміз бұны. Адам кедей болмайды, сана кедей болады. Сананың кедейлігі соншалық 5 миллион ақша түскен кезде ана шоттар жарылып кететіндей тез барып шешіп алуға тырысады ақшаны ше. Ешқашан да ақшаны шешпейміз. Мемлекеттен түскен қаржының сұрауы бар, движение денег деген бар, ja айттым ғой, первичная бухгалтерия деген нәрсе бар. Ақша шоттан шотқа жылжуы керек. Соған байланысты сіз счет, фактура, соған байланысты сіз отчет тапсырасыз. Отчетыңыз дұрыс болғанын қаласаңыз, жаңағындай 1,5 ай жаңағы отчет тапсыруға қиналып жатырық деп жатады адамдар, ондай нәрсе болғанын қаламасаңыз, 2 счета сіз счетты жауып тастағыңыз келсе, онда сізде первичная бухгалтерия болу керек. Жетпей ма? Білмейсіз бе первичный бухгалтерияны? 5 000 теңгеге на аутсорсе найдите бухгалтера, сізге бухгалтер жасап береді бүткіл отчетыңызды. Ал андай жағдайлар болды ма? Мысалы 5 миллионды алып, телефон алып, отбасына анаған бір машина алып, сондай бір болып, кейін бір зардабын көргендер. Негізі өте актуальный сұрақ, өте мықты сұрақ. Жаңа айтып отырмын ғой, бұл да бір жаңағы сананың кедейлігіне байланысты ғой енді. Қаржылық сауаттылық деген қазір мықты курстар жүріп жатыр. Енді Аллаға шүкір бар ғой, қазір мынау эксперттер, лайф коучтар, қазір мықты интернетте прямой эфирлар жүргізеді. Сондай нәрселерді қарасаңыздар екен негізі ше. Маңызды да бұл зат. Қазір не үшін мысалы осы жерде мынандай сұрақ туады, қараңызшы. Не үшін Америка бір кездерде, Америка үлкен дағдарыс басынан кешті да, бір кездерде ұлы державаға айналып кетті. Неге деген сұрақ. Мен осы сұрақты зерттедім расында. Қалай олар ұлы держава болды? Неге біз ілесе алмай жатырмыз деген сияқты да. Сол кездерде осылай бір 10 жыл уақыт осылай халықты оқытқан екен олар. Осылай лайф коучтар арқылы, прям тренерлар шығып, сондай бір болған екен. Соның арқасында халықтың 90%, 85% білімге деген құштарлығы ашылып, яғни қазір Америкаға барсаңыз, о жақтағы адамдар басқаша сөйлеседі сізбен. Олар басқа уровеньдағы санадағы адамдар. Енді жаңа айтып отырсыз ғой, мемлекеттің қаржысын алып 5 миллион деген әжептәуір ақша бір той жасап жіберетіндей, кішігірім. Болды, Шымкентте сондай бір жағдай болды, бірақ менің клиентім емес. Сондай бір жағдай болды. Той жасап тастаған, баласына сүндет той жасап тастаған, кейіннен мемлекеттің құрығы ұзын. Соны түсініңіздер. Ақша түсті ма, сіздер ойлайсыздар, менің счетымда жатыр, мен қазір шешіп ала салам, сосын кейін отчетым былай жаба салам, бәкесі әкемен келісе салам. Қайтарымсыз деп па? Ол болмайды. Болмайды. Өйткені прокуратура деген нәрсе бар бізде, надзирательный органы. Прокуратурамен сізден ақшаны взыскивать ететін болса, штрафқа түсіп, үлкен зардаппен. Одан кейін сізде еще мүмкіндіктерден айырыласыз ғой. Гранттың түрі біреу-ақ емес қой. 10 жақты гранттар бар ғой. Бітті, сізден мемлекеттің довериясы кетті, сіз ешқандай грантқа қатыса алмайсыз, даже одан кейін кредит алмауыңыз да мүмкін. Қазір қанша мүмкіндіктер бар, кредитование? 2,5%, 6%, жақсы мүмкіндіктер бар кредитованияға. Андай да, ұятқа байлайықшы. Істеген ісімізді ұятқа байлайық. Әрекет бізден берекесі Алладан. Мен бір нәрсені түсіндім. Ақшаны қуу ниетімен барсаңыз, сіз ұтпайсыз грантты. Изначально ниетіңіз дұрыс болу керек. Адамның ақылы, ниеті барлығы жүрекке байланған кезде ол адамның кәсібі жүреді. Сондықтан өзіңіздің ұнатқан ісіңізді қолымнан келеді, мен осы істі жақсы көремін, осыған барамын десеңіз, сіздің бизнесіңіз өседі. Өсу бар ол жерде. Жоқ, мен ақшаны экономдап қаламын, жарайды отчетына бүйтіп 150 000 теңге адам бар, ондай адамдар да бар. Істеп атқандарда. Отчетым бүйтіп ақшамен жабамын, ары қарай қалған ақшаны қалтама басып қаламын, кредитімді жауып қаламын деген ниетіңіз болса, сіз адастыңыз деп айтам. Сізге бәлки осы бір грант бұйыруы мүмкін. Болды, одан кейін сіз кімді алдайсыз?
Алланы алдап жатсыз ба, өзіңізді алдап жатсыз ба? Осы жерден қоя салыңыз деймін да, өйткені сіз 5 миллион грантына шанс жоқ уже. Үлкен грантқа шанс жоқ сізде. Бір нәрсені түсінейік. 1 миллионмен бастадыңыз ба грант, жасы айтады 583 миллион. Сіздің жақсы мүмкіндігіңіз бар. Қазір мен жақсы бір бизнес ашып алдыңыз. Құдай қаласа осы на расширение бизнеса деп 5 миллионға қатысыңыз. Бақсынап көріңіз. Бақшама ма, бақшама ма, бір алла біледі. Ары қарай 20-80 миллионның гранты бар. Ары қарай сәби грантынан берілетін мысалға 10-20 миллион гранты бар. Ары қарай Казиновейшн 20-80 миллион. Ары қарай гранттың түрі көп. Мысалға былтыр Дулат Тастеки меценаттардан берілетін грант бар, Асыл тас гранты бар. Бәріміз қазақпыз ғой. Мысалға, ол кісі тек қазақ аудиторияны мықты қолдайды. Жаңағы өнер нақыш, қазақи нақышта сондай бір идеяңыз болатын болса, ұтып кетесіз. Мысалға бізде бір жақсы бір идея ұтты, мысалға Асыл тас грантыдан. Правда, сүйемелдеу арқылы ұтқан болатын. 3 түрлі бизнес жоспар жазылады ол жерде, 3 миллион деп бөлінген грант басында. Кейіннен Дулат Тастеки сондай бір арқасын кеңге салып 5 миллионға көтерілді. 35 жасқа дейінгі адамдар ғана қатысады, кәсіпкерлер ғана қатысады деген шектеу болды. Оны да алып тастап, қазір мысалға шектеу жоқ. Мүмкіндік көп, қатысам десеңіздер, өзіңізде де жасаңыз. Бізде қазақтарда андай не қалыптасып қалған? Енді білмеймін, менің айналамдағы адамдарда сондай қалыптасып қалған. Грант болса, тек ауыл шаруашылығына ғана беріледі деген бір түсінік бар да бізде. Өкіметтен ақша алу үшін сен обязательно бір мал бағуың керек, қой бағуың керек, сол кезде ғана өкіметтен ақша аласың. А былай кәсіппен алу деген ол мүмкін емес деген бір ой қалыптасқан. Осы тұрғыда енді өзіңіз маман ретінде бір ауыз айтып кетсеңіз. Ауыл шаруашылық деген өте жақсы негізде идеясы, өте күшті, бірақ өкінішке орай 5 миллион гранты мал шаруашылығына берілмейді. Прям алып тасталған. Одан көп беріле ма? Негізі несие деген нәрсе бар. Мал шаруашылығымен айналысам десеңіздер, Казагробизнес деген бар ғой қазір. Соның сайтына кіресіздер. Мен өзім несиенің эксперт емеспін. Мен несиемен айналыспаймын. Мен тек гранттармен айналысамын. Бұл бұрын берілетін, иә? Бұрын берілетін. Сіз оқып жатырған кездерде сізде қалыптасып қалған ғой сол түсінік. Сол кездерде берілетін. Бізде әлі түсінік сондай бар. Жоқ. Алып тастады. Қазір берілмейді. Бірақ енді қараңыз, сіздің, менде міне қатысты ВКО-да, Восточно-Казахстанскийда бір жігіт қатысты, мықты идеямен қатысты. Ол кісінің өзінің сиырлары бар екен, көп сиыр бағады екен. Енді 300 бастан аса. Бірақ андайда ет беретін сиыр бағады екен. Сүт беретін емес, масса ет беретін, сондай сиыр бағатын кісі екен. Соны айтып, мен осы 5 миллион грантына қатысқым келді. Мен айтам, сіздің сиырыңыз көп па, не қыласыз 5 миллионды и так-та былай тауып жатсыз ғой деймін ғой, таса табыспен ақ. Сөйтсем, жоқ, мен бағымды сынап көргім келеді. Расымен де осы мемлекет, осы біз сияқты кәсіпкерлерді қолдай ма екен деген. Көрдіңіз, стереотип қой, өзіндегі стереотипті сындыру үшін қатысқысы келіп тұр. Мен айтам, жақсы, қатысыңыз, бірақ мал шаруашылығына берілмейді. Біліңіз, мал ала алмайсыз бұл ақшаға. Бірақ осы мысалға говядина ғой, енді сиырдың етінен мысалға полуфабрикат өндірсеңіз, жартылай дайындаған, сатып алып жей салатын, қолайлы. Сондай да бір идеялар бар. Соныменен мынандай идеямен қатыстық. Сиыр еті менен қаз еті бар ғой, құс. Қаз еті мен сиыр етінің, сиырдан қара кесек еті, және қаз етінің майлы болады ғой қаз еті. Қаз етінен қазы өндірісімен қатыстық. Оттық грант. Қазір өндіріп жатыр. Қазір өндіріп жатыр. Жақсы полуфабрикаттың түрі. Өкімет тарапынан саудаға келген кезде бір көмек сұрай ала ма адамдар? Саудаға грант берілмейді. Алып сатуға грант берілмейді. Біз экономикалық басым секторлар деген нәрсе бар. Тек бизнеске? Тек бизнеске емес, тоқтасаңшы, ол да бизнес қой. Неге? Каспи, Вайлдберрис айтып, ол да бизнес. Өзінше бір бизнес, ол да бір сала ғой. Енді жақсы. Мына жерде мемлекеттің өзінің критериялары бар. Бұл қайтарымсыз ақша, бұл кредитование емес. Өзіңіздің жеке тұтынуыңызға кредит шығарыңыз да, Вайлдберрисіңізге салып айландыра беріңіз. Сізде ешкім сұрауы жоқ. Зато сіздің обязательствоңыз банктың алдында деген сияқты. Ал мемлекет қайтарымсыз ақша беріп жатқаннан кейін өзінің критерийі бар. Кәдімгідей өзінің шектеуі бар. Оған шектеулі адамдар қатысады. Мысалы, 400 МРП-ға елдің бәрі қатысамайды. 400 МРП-ға жұрттың бәрі қатысамайды, мысалға. Айттым ғой бағана, 29 жасқа дейінгі жастарды алып тастады категорияны, тек сусын категория қатысады. Сусын категория дегеніміз мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған, өзі инвалидності бар, көп балалы ана, қандас, біздің қандастарымыз. Сондай кісілер қатыса алады грантқа. Енді, бірақ оның ішінде де критериялар бар. Мен многодетныймын, бірақ мен бір жерде жұмыс жасайтын болсам, мен қатыса алмаймын.
То есть сіз еще жұмыссыз болуыңыз керек, сіз еще көп сусынға жатуыңыз керек деген сияқты. Егер де сіздің ипіңіз болатын болса, ол 3 жылдан аспау керек деген сияқты өзінің кәдімгідей шектеулер бар. Сол шектеулерге сіз сәйкес болатын болсаңыз, сіз грантқа қатыса аласыз. 5 миллион гранты, мысалға жаңа айтып жатырған, ол сіздің ипіңіз бар, Қазақстан мемлекетінің азаматысыз, құқығыңыз бар, черный списокта жоқсыз еш жерде, коллектор арқылы сізден жаңағы кредитті выбивать етпеген, то есть историяңыз таза, сондай жағдай болатын болса, сіз қатыса аласыз бұл грантқа, иә? Енді саудаға грант берілмейді. Бір жерден, мысалы, пундидо деп жатыр, мысалы, бір жерден товарды сатып алып, бір жерге товарды сатып әкеліп, үстіне ақша қосып сату, ол бизнес емес. Ол просто алып сату. Жақсы. Құрметті көрермендер, мен бұл сұрақты енді сіздер үшін қойып отырмын. Негізі шамамен өзім де біліп отырмын, бірақ енді сіздердің құрметтеріңізге алдағы уақытта кешегі мен сұраған дос балама да жауап ретінде осы жауапты қабылдарсыздар. Енді соңғы бір сұрақ болсын. Несін айтып бере аласыз ба? Структурно дейді ғой. Мысалға, мен алайық. Мен жұмыссыз жүрген адаммын, бірақ ешқандай нем жоқ, шектеуім жоқ, кредитті уақытылы төлегенмін, барлығы жақсы. Енді мен грант алу үшін қандай этаптардан өтуім керек? Қай грант? Соңғы несін айтайық? Ең 1 миллион 360 ба сондай алуға болады, сол грант туралы айтайықшы. Жақсы. Давайте былай айтайын, самый распространенный қазір да жеке кәсіпкерлердің ортасында, ИП дейміз ғой, жеке кәсіпкерлердің ортасында, және стартап бизнеске, көп жағдайда стартап бизнеске. Шектеу деген нәрсе адамның миында. Жаңағы сіздің Амазондағы айтып жатқан досыңыз дұрыс айтады. Ол кісі бізде Қазақстанда жаңа сананың кедейлігі дейміз ба, енді бұл бір қатты тиіп кетуі мүмкін, бірақ бұл ащы шындық. Біз бизнесті бизнес деп қарамаймыз. Біз бизнесті бір сауын сиыр сияқты дойка дейді ғой. Сауа береміз. Сиырды айналайын су алады ғой, құрсын. Біз аулағаннан кейін бір определенный уақыт береді ғой, болды ғой содан кейін. Вот внутренний ДДС, ақшамен қарым-қатынас дұрыс емес та адамдардың. Ақшаға деген пофигительское отношение болғаннан кейін, әрине ол адам байымайды. Әрине ол бизнес жүрмейді, соңында банкрот болып отырады. Бизнесіңіз жүрсін десеңіз, ол бизнес сіздің семьяңызды бақсын десеңіз, әрі қарай дамимын десеңіз, дойкамен айналысудың қажеті жоқ. Бұл грантқа да қатысты темадан ауытқып тұрған жоқпын, қараңыздар. 400 МРП грантына кімдер қатыса алады айтып кеттім. Мысалға, сіз жұмыссызсыз, қандай да бір сусын категориясы көп балалы әкесіз. Мысалға, сіз жұмыссызсыз, көп балалы әкесіз қазіргі таңда. Сіз бұл грантқа қатыса аласыз. Ол үшін Еңбек.кз сайтында жұмыссыздыққа тіркелесіз. 3 күннен кейін сізге статус шығады, жұмыссыз деген. Содан кейін барып сіз грантқа заявка беруге жаңағы сайтқа тіркелесіз. Ол жерде оқуы бар, оқу тіркелесіз, оқу оқисыз. 15 күн оқуын оқисыз, аралық тестінің барлығын тапсырасыз, соңғы қорытынды тестін тапсырып, сертификат аласыз. Сертификат алғаннан кейін барып сізге бизнес жоспардың шаблоны ашылады. Яғни өзінің утвержденный 4 беттік, 5 беттік шаблоны бар. Титульный листімен қосқанда, сол шаблоны бойынша сіз бизнес жоба жазып шығасыз, идеяңызға байланысты. Соңғы бизнес жобаңызды жаңағы ашылады, өз период ашылады. Мысалға, апрельдің 2-сінен апрельдің 14-не дейін прием заявок ашылады. Сол кезде өзіңіздің бизнес жоспарыңызды жүктеу арқылы PDF форматта, Word форматта, PDF форматта сол жерде жүктейсіз, сертификатыңызды жүктейсіз, солай сіз арқағай өтінім бересіз. Болды. Содан кейін сізге SMS келеді, Еңбек.кз-тен телефоныңызға. Сондықтан барынша мұқият болыңыздар, жаңағы әсіресе көп халықтың проблемасы элементарно өзіне электронный почта аша алмай жатады. Оның паролін ұмытып қалып, өзімен өзі жаңағы өзіне өзі проблема создавать етіп жатады. Соны түсінейік, то есть личный кабинет шығаңызда пароліңізді ұмытып қаласыз ба, жазып қойыңызшы бір жерге. Пароль маңызды. Өйткені қайта-қайта восстановление пароля это тоже ресурсно, это тоже уақыт, Мысалға, менде болды сондай былтыр, 2-3 клиентім тура сол кезде телефон жоғалтып алған, номері кетіп қалған деген сияқты, сондай бір моменттер болған, ЭЦП-сінің срогы өтіп кеткен деген сияқты. Сол үшін грантқа қатысасыз ба, алдын ала дайындалыңыздар толығымен. ЭЦП-іңіздің срогы өтейін деп тұрса, жаңадан ЭЦП ашыңыздар, телефонды мұқият болыңыздар, телефондарыңызды жоғалтпай, барынша жауапкершіліктерді өз мойныңызға алыңыздар. То есть кәсіпкер деген кім ол? Кәсіпкер деген ол өз мойнына жауапкершілік ала отырып, және болашақ бизнесіне жұмысқа алатын жұмыскерлеріне еще жауапкершілік ала отырып, өзінің ісін тәуекелшілдікпен бастайтын адамды кәсіпкер деп айтады. Жай адамның бәрі кәсіпкер бола бермейді ғой. Еще бізде мынандай бар мышление, мынандай нәрсе бар. Кәсіпкермін дейді, бірақ мышлениесі найым. Өзін өзі жалдап алған. Ондай да бар. Ол да бір проблема қарап тұрсаңыз. Не үшін грантты ұтып алады да бизнес жүргізбейді, жабылып қалады ол? Неге?
вот ұнаймын, мышление ұнаймын. Бүйтеді, гранттың ақшасын игереді, 1-2 ай жүргізеді, шаршап кетеді. Сөйтеді да қойшы құрсыншы, қайтадан өзім жұмысыма врачтетіп, бухгалтер болып, қайтадан жұмысына кіріп алып отырады. Ол да бір боль қазіргі уақытта. Бұл 400 МРП бойынша ход осылай. Қатысасыз, қорып, живой барып қорғайсыз, кейбір жерде онлайн қорғады, бірақ былтыр көбіне 90% офлайн қорғады. Шақырды, барып қорғайсыз. Егер де сіз тігінші болсаңыз, тіккен киіміңіз алып барыңыз, түсіндіріңіз, көрсетіңіз, барынша пысық болыңыздар. Сөз деген зат ауыздан шыққан сөз тегін ғой айналайын. Сөзге де андай жадный болып жатады да. Андай кейбір кезде комиссия мүшелерінде түсінесіңші, сұрақ қойып, аузынан тартып отырады ғой, как будто бір сол кісілерге керек сияқты бизнес. Бизнес саған керек па, жұлып алу керек қой. Қолынан, аузынан прям қолыңмен, аяғымен, тісіңмен жабысып қалу керек ол. Тегін беріліп жатқан дүние ғой. 1 миллионды кім береді? Туысқаның бермейді, мысалға барсам. 1 миллион қашан қайтарасың деп сұрайды сенен, сондай момент. Ал 5 миллион гранты бойынша ипіңіз болу керек. Ипіңіз сіздің жұмыс жасап тұрған, мысалға қарызы жоқ, налоговыйдың алдында ешқандай обязательствосы жоқ, ай сайын ең құрмағанда 4200 теңге ВОСымыз дейміз ғой, жаңағы медстраховкаңыз төленіп тұрған, отчеты уақытылы жабылған. Мысалы, қазір міне отчетный период, кәсіпкерлер көріп жатса, ұмытпаңыздар отчет тапсыруды. Отчетный тоже қарайды гранттарға қатысқанда. Қазір мен отчетный период 25 февральға дейін, бәріміз 15 февральға дейін 910 формамен, 200 формамен кім вообще установленный режимде болса, өздерінің отчеттарыңызды тапсырып, міндетті түрде жаңағы арттарыңыз таза болсын, грантқа қатысатын болсаңыздар. Құдай қаласа, міне енді марттың аяғы, февральдың басы мықты сезон, гранттар ашылатын уақыт. Ал бірінші Алматы қаласы, Астана қаласы бастайды негізі. Бірақ былтыр бізде Петропавл, Павлодар бастаған. Биыл да солай күтіп отырмыз қазір февральдың аяғына. Басталып кетуі мүмкін. Павлодар өте сондай ыңғайсыз, 5-ақ күнге ашады. 3-ақ күнге ашады. Сондай бір нәрсесі бар, сондықтан алдын ала дайындалыңыздар, егер ол жақта, солтүстік жақта бізде кәсіпкерлер бар болатын болса, Содан кейін айтып жатсыз ғой, толықтырып кетейінші, мал шаруашылығы депші. Мал шаруашылығы деп қадалып қалмаңыздар. Андай да бір очки оправасы бар, очки киіп алған сияқты. Очки шешіп салсаңыздар, кеңінен қарасаңыздар. Мысалға да туризм, конные прогулки, конный жаңағы ерекше балаларға атта жүру. ТЦП балалар бар. Қандай балалар бар ауру? Мысалы, атта жүру, ертоқымда отыру, оларға ем қарап тұрсаңыздар. Почему бы не взять? Жақсы идея ғой. Грант бөлінеді. Туризммен деп қатысыңыздар сіздер. Қазақстанның жаңағы туристік несін, не знаю, юртаны, перевозная юрта деп па, қазақтың рухын көтеретін, сонымен қатар шетелдік жаңағы туристерді привлекать ете алатындай. Бәлки сіз бұл ақшаға жылқы ала алмайтын шығарсыз, бірақ жабдық ала аласыз ғой. Самовар, баяғының, мысалға құрақ көрпелер ішіне, сондай мүмкіндіктер бар ғой, осы мәселе бойынша. 5 миллион грантына қатысу үшін міндетті түрде сізде ИП болу керек, талон уведомленияңыз болу керек, свежий, 10 күнге ғана жарайды справканың барлығы, КГДКов кезеттен қарызы жоқ деген справка міндетті түрде болу керек, ЭЦП-іңіз свежий болу керек, срок, тура грантқа қатысады, тура ортасында ЭЦП-ның срогы өтіп қалса, қиын болады сізге. Кейін ол ұтып кеткен жағдай болсаңыз, договор подписывать етесіз, бәрі ЭЦП-ның РСА деген подпись ключімен подписывать етіледі. Мысалы, ол да бір проблема болып қалады, мысалға. Сондай нәрселер болмас үшін қазірден бастап электронный почталарыңызды, егерде парольны ұмытып қалсаңыз, жаңасын ашыңыз, не болмаса восстановить етіңіз, мүмкіндіктер көп қой енді жасауға. Бұл жаңа мелочь, бірақ боль болып жатыр, шынын айтқанда. Мелочь, біреуге бір мелочь болып көрінуі мүмкін, немене тергілеп отыр депші. Бірақ расымен де біз ұшырасып жатырық сондай нәрсеменен, қиналып жатырмыз мысалға да. Енді міне 45-тен тұрады. Бұл жерде енді бетіне не критично, жаңа бизнес жоспар жазу, бұл менің өзімнің мен каждый мелочына деген қараймын да, бизнес жоспар жазғанда. Енді адамды сонша қатыстырып, сонша сүйемелдеп, ол адам сонша бетіп қатысып жатқанда, енді ұтып кетсінші деген ниет бар ғой, енді ұтпай қалса да бір қиындау да кішкене. Как попало жазып бере салмайсың да. Мен өзім бизнес жоспарды ЮНИДО стандартымен жазам. Бұл международный стандарт. То есть сіз бұл бизнес жоспардың стандартымен сіз инвесторға да бизнес модель жазып, өзіңіздің бизнесіңізге ақша тарта аласыз. Шетелдік гранттарға қатыса аласыз. Мысалға біз Қырғызстанға шетелміз ғой. Қырғызстанға грант бөледі мысалға. Сондай сияқты біздің Қазақстанға да грант бөледі, Дубай грант бөледі, Эмират. Мысалға, былтыр мысалға қай жақ бөлді? Америка құрама штаттары бөледі бізге грант, Швейцария бөледі грант. Почему бы и нет? Несін шектейміз? Именно осы өндіріс производствоға беріп жатыр. Менің үлкен арманым АХБК ашу.
үлкен арманым мысалға да мата өндіретін кәдімгідей фабрика ашу. Бізде мата өндіретін жоқ, матаның бәрін Стамбулдан, Қытайдан сатып аламыз мысалға. Біздің бүткіл мысалы военный структурамыз, армиямыздың барлығы Қытайдың киімі, Қытайдың матасынан тігілген камуфляж жаңағы киім бар ғой, жаңағы китель несі, бүткіл біздің сол Қытайдың несі өндірісі. Текстиль фабрикаларының бәрі Қытайда. Почему біздің Қазтекстиль деген ашылмайды осы? Деймін да, мысалға. Менің өзімнің ипім Аятекс деп айтылады, Аятекстиль мысалға. Мен өзім жаңағы трикотажный киімдерден мамочкаларға киім тігем. Киімді матаны қайдан алады деп ойлайсыз? Бізде жоқ, өндірмейді трикотаж. Өндіретін бірақ жер бар, и то ол біздің бүткіл Қазақстанды қамти алмайды. Мысалға қарап тұрсаңыз, солтүстікте бір жерде бар өндіреді, бірақ бізді қамти алмайды. Қамти алса да өте қымбат. Мысалға менің бір худиімнің бағасы 100 мыңға шығып кетеді егер де мен ол жерден алатын болсам. Ал Турциядан заказ берсем, худиімнің бағасы 17 мың теңге. Қол жетімді халыққа. Не үшін ана айтады ғой, осы Мадейін Қазақстан деп шығарасыңдар сендер, потом оның бағасы 90 мың, 100 мың болып кетеді дейді. Мысалы Зиброның магазиндеріне барсаңыз, қандай қымбат, мысалы товарлары. Ойлайсың да, халыққа қол жетімді баға сонда қандай болу керек. Мысалы мен арманым Қырғызстанды Қазақстанның нарығынан шығару, ығыстыру. Бәлки бір бұл политиктер мысалы нелер қарап отырса, мені бір сондай бір не деп қарайтын шығар. Мен өзім қазағым деп жүрегім соғатын сондай бір әйелмін расында. Қырғызстанның бүткіл енді Қырғызстан қазір бір күн біздің нарығымызды қамтамасыз етпесе бар ғой, расында нәскисіз, ішкиімсіз қаламыз. Қазір Қытайды қоя сал, қырғыздар мықты болып кетпе қазір, иә. Қырғыздардың мен бір несіне барып едім. Енді бұл айтады ғой, характерің болса осы ғой деп. Бір қырғыздың бір несіне бардым, осындай киім шығаратын жеріне. Сол жерде адамның көзі деген шіркін бәрін көріп жүреді ғой, иә. Кемістік көріп жүреміз, қисық нәрсені көріп қояды ғой, көз деген нәрсе. Кірген бетте анандай таскада не жазылып тұр екен, қырғызша жақсы түсінемін, шешем қырғыз менің. Кірген кезде жазылып тұр ғой, Қазақстан менен Россияның базарларының бәрі біздікі деп жазып қойған ғой ше. Айбай намысыма тиген ай анау ше. Келе саламда Қазақстанның нарығы біздікі деп мен жазып қоямын ғой жаңағы цехқа ше қыздарға. Көнде оқыңдар ананы көре беріңдер деп ше. Бізде өзіміздің нарығымызға жанашырлықпен қарауымыз керек. Ол әрбір кәсіпкердің бойына сондай бір намыс оянса, білесіз ба, біз нарықты тез көтеріп кетеміз. Экономика тез дамып кетеді. Жаңағы жақсы 5 миллион грантына қатысу үшін, общем, бизнес жоспар керек. Өзіңіздің жеке документтеріңіз міндетті түрде ИП-ның шоты болу керек, және оның жаңағы ИП-ңіздің шотында 10% көрсетілу керек. Егер де сіз сусын категорияға жататын болсаңыз, инвалидность қандай да бір да, сондай бір категорияға жататын болсаңыз, сізге міндетті емес. Және проект инновационный болу керек. Егер де сіздің өңіріңізде ол бизнес уже бар, айтып тұрмын ғой, 10 конкурент зерттейміз деп, не үшін? Сіздің бизнесіңіз біреу жасап жатқан болуы мүмкін да. Егер 10 конкурент зерттемесеңіз, соны біле алмайсыз. 2-3 конкурент ол не факт. Мысалға, мынандай грант отты бізде, 5 миллион гранттан отты, переработка легкой промышленности деген нәрсе. Бізде Қазақстанда мусор шығаратын, мен 2-3 жаңағы ауа тазалық дейміз, сондай жерлерге прям өзім барып сөйлестім. Сіздер мына мата қалдықтарын, штор, ескі киімдер тастайды ғой халық. Тастайды, текстильдің отходтарын. Не істейсіздер десе, полигонға барып өртейміз дейді. Сіз ойлаңызшы, смесовый ткань өртенген кезде қалай өртенеді? Мұнай үйтіп қара коптить етпейтін шығар. Смесовый ткань деген жаңағы спецодеждалардың матасы, ол деген бірнеше волокна ғой ол жерде. Синтетикалық қаншама волокна. Оны сіз өртесеңіз, ол отброс деген масқара, зиянды, оны демаласыз сіз. Оны сіз жерге көміп тастасаңыз, ол бір уақыттарда ол бірден бұзылып кетпейді. Бір уақыттарда ол разлагация етіп, ол грунтовый водаға түсуі мүмкін, суға ше. Оның бойындағы элементтер жоғалып кетпейді. Ол суға түседі, ол сіздің организміңіз түседі. Ішеміз ғой біз ол суды. Организмға түседі, ол зиян, раковый клеткаларды оятады. Қарап тұрсаңыз. Сондықтан біз оны не өртемеуіміз де керек, көмбеуіміз де керек. Сонда біз оны не істеуіміз керек? Оны переработка жасауымыз керек. Ол бір жақсы бизнес қарап тұрсаңыз. Қазір мысалы H&M деген бар, H&M-де жасыл этикеткаменен сатат киімдер. Соны оқысаңыздар, прям для интереса, сізде кәсіпкерсіз ғой, оқып көріңізші, жазылып тұр. Втор сырьедан жасалған өнім деп тұр. Яғни ол бұрында бірінші өмірінде ол штор болған шығар. Мысалға, сол штор сізге қазір киім болып тігіліп тұр деген сияқты. Соған матаны қайтадан разволокняющая машина және 6 барабанды матаны наполнительге айналдыратын. Мысалға, сіздің мынау шалбарыңыз қатты заттарын алып тастаймыз, там түймесін, замогын деген сияқты алып тастаймыз да, ана неден өткізсеңіз, анау сіздің матаныңызды майдалап рубить етіп береді. Рубить етілген затты екінші машинеге салсаңыз, сізге түтіп, оны жүн қылып береді ғой. Сіз ол жүнді мысалға мебельный цехтарға сата аласыз, мынаған наполнитель қылып сата аласыз. Қазір істеп отқан бар ма Қазақстанда? Менмін.
Сіз ба? Мен істеп жатырмын. Мен ұттым грантты. Мен ұттым осы грантты. Істеп жатсыз ба бірақ қазір? Істеп жатырмын қазіргі таңда. Аллаға шығарамыз шүкір. бұйыртса. Иә. Көрермендерге уәде берейікші, шығара аламыз ба? Шығарайық, Құдай қаласа. Мен гранттың ақшасын ұттым. Гранттың ақшасы міне декабрьде түсті. Қазір енді заказ беріп қойдық, оборудование келсін, иншалла түсірейік. Көктемде Алла қаласа. Иә. Жақсы, жалғастырамыз. Тамаша бизнестің түрі, қарап тұрсаңыз, өте прибыльный. Мен осы грантқа дайындалған кезде 2 письмо о сотрудничестве жасадым. Осы пуфиктер, біреусі жаңағы Астана Алатау хаб бар ғой, біздегі Алатау аудандағы үлкен креатив центр. Сол жердегі мынандай пуфиктер тұр ғой. Соның барлығы біздікіміз. Ортасында поролон. Ол поролон деген нәрсе білесіздер ме? Крашиться етіліп кетеді уақыты келе. Ал егер де оны біз вторсырье сүйрелеп, қаншама курткалар. Бізде халық ақша жоқ деп айтамаймын халықта. Былтырғы киген курткасын биыл кимейді. Мысалға, сол үшін олар не істейді оны? Андай қайырымдылық қолдарына нелерге береді. Жақсы береді, ол да дұрыс қой. Бірақ ең соңында ол по-любому мусорға кетеді ғой, жарамсыз болады ғой ол. Мысалы, пастельдер, иә. Мысалы, қаншама мықты гостиницалар бар, бай гостиницалар, иә. Олар да тоже тастайды. Мен көргем, талай әппақ простиналар тастап жатқандарын, иә. Мысалы, сондайларды алып біз переработка жасасақ, қаншама нәрсеміз экономить етер едік, құрметті оқырмандар. Қараңыздаршы. Просто идея, құрметті кәсіпкерлер, идеяны жан-жақтан шетелден бір жақтан іздемей қойыңыздар. Идея біздің өзіміздің Қазақстанда да жетіп артылып жатыр. Тек өзіңізге үңіліңіз. Сіздің ішіңіз бай идеяға тұнып тұрсыз. Просто өзіңіздің қабілетіңізді аша алмай жатсыз да. Бір нәрсені түсінейік, Аллах тағаланың алдында біз бойымызда ашылмаған қабілеттер үшін де сұралып кетеді екенбіз. Бойыңызда қанша қабілет бар, ізденіңіз. Қазір мүмкіндік көп қой, бір не бар, тест бар ғой, 22 000 теңге төлеп, галоп бар, галоп. Тапсырыңыз соны, қабілетіңізді ашып береді сіздің. Тамаша мүмкіндік. Құрметті көрермендер, бүгінгі сұхбат сіздерге шығарымды қатты ұнады деген сенімдемін, өз басыма қатты ұнады. Және де ең басты айтатын негізі айтайын дегенім, жақсы ниетте грантқа ие болайық, және де еліміздегі кәсіпкерлердің санын көбейтейік. Ол жердегі енді менің ойымша мемлекеттің бастапқы мақсаты кәсіпкерлердің санын көбейтіп, елімізге тұрақты түрде налог түсіріп отыратын, еліміздің көркеюіне атсалысатын кәсіпкерлердің санын көбейту. Дұрыс айтасыз. Қараңыздар. Кәсіпкерлерді бал арасына теңейміз. Бал арасы ертеден ерте тұрады, кешке дейін не істейді? Гүлден гүлге қонып, өзінің жаңағы несін, нәпақасын іздейді. Кәсіпкерлер бал арасы сияқты. Біз кәсіпкер деген адам бірінші жұмысшысына ақша төлейді, потом ана расходтардың бәрін жабады, ең соңында өзіне қалса қалды, қалмаса енді Аллаға шүкір бизнесім бар ғой әйтеуір деп әрі қарай жұмыс істейді да ол адам. Енді алдымызда отырған ханым кәсіпкер, мен де өзім кәсіпкер ретінде айта аламын. Негізі кәсіпкер болудың өте көп пайдасы бар. Және де бұл сенің өмірдегі, мен осы кәсіпкер болғаныма, жеке шыққаныма 1 жыл уақыт болды. 1 жылда мен прям өмірімде осы 25 жыл көрмеген нәрселерімді көріп жатырмын. Және де көп жауапкершілік алған сайын сенің суббота, воскресенье деген нәрсе жоқ. Біз бүгін түсіріп жатырық. Воскресенье, жексенбі барлығы демалып жатқан кезде 2 кәсіпкер отырып, өкінішке орай біздің жұмысшыларды барлығын шақырып, командамыз шақырып жұмыс жасап жатыр. Сондықтан да айтатын едім, кәсіпкерлердің санын көбейтейік, еліміздің дамуына бірге үлес қосайық. Біз әрбір шығарымды былай аяқтаймыз. Әрбір қазақ байда болсын, бақуатты болсын, кәсіпкер болсын, еліміздің дамуына үлес қосатын жандардың саны көп болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздің номеріңізді қалдырсақ болады ма? Әрине болады. Осы жерге номерін қалдырдық. Сіздің өзіңіздің офисіңіз бар ма? Инстаграм парақшаны белгілеп кетсеңіздер болады, чтобы ол жерде жаңағы Тильда Таплинг па, сондай сайт бар. Сол ішіне кірсеңіздер бүткіл ақпарат бар. Жақсы. Негізі бүгінгі кейіпкерімізге алғысымыз шексіз, барлығын жасырмай ашық айтып отыр. Енді алдағы уақытта хабарлассаңыздар, бәлкім ақылы түрде кеңес алатын шығарсыздар. Бірақ бүгінгі шығарылымның өзінде сіздерге көп деген кеңестер берілді деген сенімдемін. Сондықтан да ұнаса лайк басыңыздар, достарыңызға таратыңыздар, WhatsApp чаттарға таратып қойыңыздар, көп адамдарға пайдамыз тиеді деген ойдамыз сол. Рахмет, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.